Құрметті достар, мен сіздерге қызық бір оқиға, енді біреу үшін қызық болуы мүмкін, біреу үшін енді ол трагедия, әрине проблема, бөліскім келіп отыр. Өйткені қыс ауасында біз жолдасымыз екеуміз жаңа үйге кіріп бара жатқан кезде бір апай күтіп тұр екен далада, қыс ауасында, суықта. Неге кіре бермедіңіз үйге? Или үйде ешкім жоқ па? Жоқ, кілт жоқ па екен сізде деп сұрадым. Жоқ, кілт те бар, үйде де адам бар, бірақ мен лифтке жалғыз кіруге қорқамын деді. Я күтіп тұрғаныма біраз уақыт болды, ештеңе етпейді, мен үйреніп қалғанмын дейді. Одан кейін айттым, апай, лифттен қалай сіз кіруге қорқасыз? Дәрігерге бармадыңыз ба? Психотерапевт бар, психолог бар, неге осы уақытқа дейін бармайсыз? Қазір енді барлығын емдеуге болады ғой деп жатырмын. Сөйтсем айтады, мен дәрігерге де бардым, терапевтке де бардым, ұсынған дәрісінің өзін ішкеннен кейін мен тіпті ұйықтай алмайтын да болдым, жүрегім тарсылдап, сондай өзімде бір мазасыздық одан да бетер күшейіп кеткенде болды. Психолог менің ауруымның, осы фобиямның қай кезде пайда болғанын, не себептен пайда болғанын анализ жасау арқылы керісінше мен сол қорқынышымды күшейтіп жіберген секілді болды маған дейді. Сосын мен күлдім, мен де психологпын, негізі мен психологтардың жұмысын жақсы білемін, мүмкін сіздерде бір дұрыс контакт болмаған шығар, бір-біріңізді дұрыс түсіне алмаған боларсыздар. Бірақ мен сізге айтайын, мен арт-терапевт, психологпын, сол арт-терапия арқылы осындай фобиядан, қорқыныштан арылуға болады дедім. Оның методикасы мен сізге, менің қатысуымсыз-ақ, мен сіздің жаныңызда болмасам да, онлайн отырып өзіңізбен жұмыс жасасаңыз болады деп телефонын алып, сол жаңағы терапияның үлгісін бердім. Біраз уақыт өткеннен кейін ол кісі маған рахметін айтты, өйткені бірінші кезде қабылдай алмадым, жай ғана сурет салу, жай ғана шимайлау, одан не болады, одан қандай проблема шығады екен, бұл не ойын, бұл не күлкі деген секілді. Бірақ бір қызығы, уақыт өте келе өзің айтқандай 3 суретке дейін шыдаңыз, шыдамды болыңыз, ары қарай оның рахатын көресіз дегеніңіз бар еді дейді. Соған не де болса мен осы 3 суретті көрейін деп 3 суретті салып болған кезде өзімнің бойымнан бір керемет жеңілдік сезіндім дейді. 3-ші, 4-ші, 5-ші суретке келген кезде тіпті өзіме сондай жақсы ұйықтайтын болдым дейді. Бойымдағы бір қысымдардан арылғандай болдым дейді. Өйткені денем босады дейді, кәдімгідей босаңсыды. Жақсы ұйықтайтын болдым дейді. Кейін мен өзімді жаңағы тексеріп көрдім. Лифтқа кіріп көрейінші, осы не болар екен деп. Лифтқа кірдім, бірақ менде ешқандай қорқыныш, үрей болған жоқ. Оның бәрі менімен емес, басқа адамның бойында болған, тіпті бір күлкілі нәрсе секілді болып көрінді дейді. Бірақ басыңа салмасын дейді. Басыңа салса ол өте қиын. Сондықтан да сіздей осындай мамандардың бар екенін біз неге білмейміз? Неге осыны сіздер жарияламайсыздар? Неге айтпадыңыз деп маған керісінше өзіме жаңағы айтып жатыр, сіз осындай маман бола тұра, қалай сіз үндемей жүрсіз деп. Сондықтан да осындай бір қызық оқиға болды. Осындай жағдайда жүрген кісілер болатын болса, айтыңыздар, арт-терапия көмекке келеді. Арт-терапия арқылы біздің мынау саусақ ұшыменен жаңағы салу арқылы біздің миға, яғни нейрондарға, нейронның талшықтарын жаңалануына, яғни іштегі қысымдар, іштегі блоктардан арылуға, шиеленіскен ішкі қысымдардың ширатылуына жақсы көмегін береді. Бір-бірімізге жақсылық жасайық.